Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен Мустандық. Мен бүгін сіздермен бірге Мыта серверінде өзінің бір көлігім бар еді. Сол көлікпен сіздермен бірге тюнинг жасайтын боламыз. Міне, мына BMW E34, яғни пятерка. Сосын менде Мерс бар. Ана жолғы мен салған жоқпын ғой деймін. Ашылыс салған болатын, ашылыспен сәл-пәл жүрінде, сосын сатчер болсын Мерс салған болатын достар. Қазір міне мен Мерсқа емес, мен Мерспен нені BMW екеу фул менде уже. Енді мен осы Шохаға Жигули шестерканы, ол да менде почти фул. Просто двигателін кішкене сәл-пәл өзгерту керек, а так бәрі фул менде. Вот осының түсімен несін өзгертім келеді, дискасын өзгертем. Так, достар, мен ол жерге Мерспен барам, тюнинг жасаймын. Егер видео тез болып бара жатса, онда бензин құям, үшеуіне сосын бот кетеміз. Видеоны тоқтатам деген кетеміз деппін ғой. Қазір міне оңға қарай бұрыламыз, фарасын қыстырып қояқ секеттік. Назарбаевтікіне ұқсайды ғой деп па. Мен айтам. Так, что за фигня? Міне шамс. Драндулет емес. Қазір міне бізде тюнингқа жақын болу керек, картадан қаржайын. Жақын жерде орналасқан тюнинг бізде. Қазір барамыз. Радарда бір тұрмайтын жерге тұрып алған қарасаңыздаршы. Міне тіке енді перу керек достар, чисто. Все. Міне оңға қартай бұрылдық. Қазір міне тюнингқа жетіп қалдық. Шоханы заспавним. Все. Двигатель орташа менде тұр достар, орташа спортивныйда тұр. Нормально. Окраска енді осындай мятный қойдырым келеді мен бір. Атықтаңыздар, бірінші дискі қара көрші, осындайға бір диск бар ма? Іші бір жасау бір надписі бар, бір диск болу керек. Сол дискті салғым келеді мен. Так, қазір қараймыз. Жоқ, қайда кетті ол? Ішінде несі бар? Жасыл надписі болады. Мен алдыңғы Жигулимде сондай тұрған. Мынау емес қой деймін. Қазір қарап алайық достар. Мынау ғой деймін. Так, осыны қойдық. Ал енді так, окраскада енді өзгертейік. Кішкене ашықтау қойық. Ашықтау қылып алдық. Так, енді Enter. Все. Так, енді экстерьер фараны цветін өзгертейік. Фараны кішкене енді. Менде бүкілі қызыл, давайте фиолетовый жағын қойық кішкене. Мына кішкене барайық. Все. Так, осыны Enter. Все. Енді диск бар, спойлер қоймайды, бампер қоймайды. Так, спойлер точно қоймайды. Так, производительность. Так, тормозды қойық спортивный пакқа. Енді шин спортивный пак. Енді снижение весына қатты түсірсам тұрмен бар ғой. Подвеска гоночный. Все, достар, нормальный болды ғой деймін. Міне фара. Достар, двигательді жерде істей салайық. Қазір производительный двигатель міне гоночный пакқа қойық. Все, қойылды. Енді қапереміз достар. Міне осындай. Қазір обратно шығамыз да Мерсқа қарай барамыз. Атықсаңыздар, видео неше минут болады? 4 минут 43, 5 минут болып қапты. Жарайды, мен достар бензин құймай аяқтаймын осы видеоны. Қазір анау Мерсқа аяқта екен. Мерсқа жетіп алайық. Так, міне достар, қазір тоқтаңыздар Мерсті уберу. И бүгінгі видеоны қазір мен осы Жигулимен бірге аяқтайын. Міне достар. Так, қадықсаңыздар достар. Міне осы аяқтайтын болады. Қазір міне кішкене номерін көрсетіп қойған, 188 деген номер. Достар, сіздермен болған мен Мустандық. Мен артыма жазып осы видеоға лайк пен қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар достар.